Қайырлы күн, Шым қалалықтары. Бүгін біз отбасы банктегі жастарға арналған бағдарламаларды сіздерге түсіндіретін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Қайырлы күн. Бүгін бізге, яғни жастарға арналған қандай бағдарламалар бар, сол туралы айтып өтсеңіз. Қайырлы күн. Менің есімім Бағлан, отбасы банк Шымкент қаласы филиалының бизнесті дамыту бөлімінің маманы. Біз еліміздің жастарына арналған отбасы банкі қазіргі таңда ақыл депозитін іске қосып отыр. Бұл ақыл депозиті кешегі президенттің тапсырмасы бойынша берілген ұлттық қордан 2006 жылдан бері қарай туылған жастарымызға ұлттық қордан бөлінетін қаражатты отбасы банкіне осы ақыл депозитіне аудару туралы. Ұлттық қордың ақшасын пайдалану бойынша бұл еліміздің 18 жасқа толған жастары ұлттық қордағы қаражатын өзінің оқуына, яғни грант жаңағы ақылы түрде оқитын болатын болса, сол оқуына аударып алуға мүмкіндігі бар. Ал 18-ге толмаған жастарымызға 1 жастан бастап депозит, осы ақыл депозиті ашыла береді. Ол депозитті 18-ге дейін жинасаңыздар болады отбасы банк арқылы. Одан отбасы банкінен жаңағы сыйақылары бар берілетін 12%. Одан бөлек мемлекеттен премия государствосы бар 5 пен 7% аралығында. Ол қаражатты кез келген уақытта өзіңізге қажет болған кезде шешіп алуға мүмкіндік бар. Ал егер сіздің жасыңыз 18-ге толған болсаңыз, бір жерде оқуға түскен болатын болсаңыз, сол депозиттегі ақшаңызбен қоса ұлттық қордың ақшасын қосып, сол мекемеге, яғни сіз оқитын оқу орнына аударып төлем ақыларыңызды төлесеңіздер болады. Одан бөлек жаңағыдай балдарыңызға ашып, болашақ оқуына жинай берсеңіздер болады. Жаңағы үстіне мемлекеттің сыйақысы, банктың сыйақылары қосылып берілетін болады. Одан кейін, егер де сіз грант, яғни мемлекеттің грант иегері болатын болсаңыз, ол ақшаларды шешіп алуға мүмкіндік бар. Одан бөлек сіздің отбасыңызда грантта оқымайтын басқа туыстарыңыз, туған ағаңыз, әпкеңіз немесе сіңіліңіз деген сияқты туған жаңағы туысқан қатынасты растайтын құжатымен сол ұлттық қордағы қаражатыңызды аударып берсеңіз болады. Одан бөлек депозитте жинаған ақшаларыңызды аударып берсеңіздер де болады. Отбасы банкінің бұл бағдарламадан басқа жастарымызға, еліміздің жастарына бағдарламалары өте көп. Ол атап айтатын болсақ, отбасы банкінің жас отбасы депозиті 35 жасқа толмаған болсаңыз, некеге тұрғаныңызға 5 жыл толмаған болса, отбасы банкінде отбасылық пакет депозит ашып, екі жақты қаражат жинап, 1 жылдың ішінде үйдің 50%-ын жинасаңыз, сізге отбасы банкінен жеңілдетілген түрде несие алуға мүмкіндік бар. Одан кейін, одан бөлек мына жергілікті атқарушы орган, яғни Шымкент қаласының әкімдігімен қамқор өңірлік бағдарламасы бар. Ол жерде де белгілі бір мекемелер, яғни әртүрлі салаға бөлінеді. Спорт саласы, білім саласы, халыққа қызмет көрсету орталығы деген сияқты, энергетика саласы деген сияқты 9 салаға бөлінеді. Сол 9 саланың ішіне кіріп сіз жұмыс жасайтын мекеме, сол сіздің мекемеңіз сол 9 саланың ішіне кіретін болса, сізде қатыссаңыз болады сол қамқор өңірлік бағдарламасына. Оның жеңілдігі 20 миллионға дейін банк займ беріледі, пайызы төмендетілген пайызбен беріледі. Яғни Шымкент қаласына салынып жатқан тұрғын үйлерден алуға мүмкіндік бар. Үй кезегінде тұрмасаңыз да. Ал үй кезегінде тұрған болсаңыз, өздеріңізге белгілі мынау нұрлы жер деген сияқты әртүрлі мемлекеттік бағдарламалармен біз отбасы банкі мемлекеттің салынған үйлеріне конкурс жариялап сатып отырамыз. Сол үй кезегінде тұрған болсаңыз, сол конкурстарға да қатысып, яғни сіздің үй кезегінде тұрған уақытына қарай жаңағыдай үй алуға төмендетілген пайызбен, яғни төмен бағамен үй алуға мүмкіндік бар. Отбасы банкінің одан бөлек арнайы өзінің бағдарламалары да бар, мемлекеттік бағдарламалардан бөлек. Жасыл ипотека, өз үйім деген сияқты. Жасыл ипотека деген бағдарлама жасыл талапқа сәйкес келетін сертификатын алған тұрғын үй кешені, атап айтсақ Шымкент қаласында Modern City тұрғын үй кешені осы жаңағы жасыл талапқа сай сертификат алған. Одан бөлек Comfort Building компаниясының отбасы тұрғын үй кешені, Тұран тұрғын үй кешендері осы талаптарға сай сертификаттар алған. Яғни сол үйлерден отбасы банкі арқылы арнайы алғашқы 20%-ын құйып, үйдің ары қарай несиеге рәсімдей берсеңіздер болады. Несие пайызында жаңағыдай бөлінеді ішінде. Сіз үй кезегінде жоқ,
коммерциялық емес бір ұйымдарда жұмыс жасайтын болсаңыз, ол жерде несие пайызы сәл 12,5%-пен, 12%-пен, 12,5%-пен болады. Ал егер де сіз үй кезегінде тұрған болсаңыз, белгілі бір статуспен, көп балалы, жалғыз басты, мемлекеттік қызметкер деген сияқты әртүрлі статустар бар. Соның біреуімен үй кезегінде тұрсаңыз, несие 7%-пен беріледі, яғни жеңілдетілген несие. Ал одан бөлек сіз әскери қызметкер болатын болсаңыз, тұрғын үй төлемдерін алушы қызметкер ретінде тіркелген болсаңыз, несие 8%-пен беріледі. Бұл жерде ешқандай конкурсты, ешқандай үй кезегін, ештеңені күтпей, осы жасыл ипотекаға лимит, яғни қаражат бөлінген уақытта қатысып, сол үйлерден бронь жасап ала берсеңіздер болады. Ал одан бөлек отбасы банкінің өз үйім бағдарламасы бар. Шымкент қаласындағы 100 тұрғын үй кешені болатын болса, соның жартысынан көбімен отбасы банкінде осы өз үйім бағдарламасымен келісім шарт бар. Оның артықшылығы алғашқы жарна 30%-пен алсаңыз болады, несие пайызы төмендеу болады. Енді отбасы банкі деп айтып отырмыз. Бұл отбасы банкінде бірінші қадам, яғни депозит ашып, үй алуға деген өздеріңіздің қадамдарыңызды жасаңыздар. Сіздің депозитіңізде құртырмайды, оның үстіне 2% банктен сыйақы беріледі, 20% мемлекеттен премия государства берілетін болады.